Автор Крестененко Ирина Викторовна, санат, халықты жұмыспен қамту, дереккөз, денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің блог платформасы. Құрметті Тамара Қасымқызы, емхана дәрігерінің еңбекке жарамсыздық парағын рәсімдеу жөнінде түсініктеме берсеңіз. Өйткені не дәрігерлерден, не емхана басшылығынан тұшымды жауап ала алмадым. Уақытша еңбекке жарамсыздық парағын жабу кезінде емхана бас дәрігерінің қолы мен емхана мөрі міндетті түрде қойылуы керек пе? Құрметті Ирина Викторовна, еңбекке уақытша жарамсыздық парағын ашқан кезде денсаулық сақтау субъектісінің қолтаңбасы парақтың оң жақтағы жоғары тұсына, ал жұмысқа шығарда немесе оның мерзімін ұзарту кезінде парақтың төменгі жағына қойылады. Бас дәрігердің қолы тек сырттан келген емделушілердің парағында болады. Сондай-ақ медициналық мекеменің еңбекке жарамсыздық парағы үшін арнайы мөрі мен штампы болуы керек. Еңбекке жарамсыздық парағын жедел және созылмалы ауруларда, карантин кезінде, науқас баланың күтіміне байланысты, және де жүктілік босану кезінде, және де травма алғанда, улану кезінде біз парақшаны ашамыз. Ол еңбекке жарамсыздық парағы ол бірінші 3 күнден бастап ашылады. 3 күн аралығында ол науқастың жағдайын бақылаймыз. Одан кейін ары қарай созу керектігін анықтаймыз. 3 күннен 6 күнге, 6 күннен 10 күнге созылады.